Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы «Күз келді». Тема нашего урока «Наступила осень». Сабақтың мақсаты: тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сюжет желісі бойынша иллюстрацияларды орналастыру, кесте толтыру. Тақырыпқа қатысты сөздерді қолдана отырып, берілген иллюстрация бойынша өзара байланысқан сөйлем жазу. Енді, балалар, жаңа сөздермен таныс боламыз. Теперь, ребята, у нас новые слова. Жанды табиғат, одушевленная природа, өзгереді, меняется. 1 қыркүйек, 1 сентября. Сыныптас, одноклассник или одноклассница. Келесі тапсырма, балалар. Оқы, қайтала, прочитаем и повторяем. Табиғат өзгереді, природа меняется. 3 сыныпқа барамыз. Мы пойдем в 3 класс. Олар менің сыныптастарым. Они мои одноклассники. Келесі тапсырма, 5 тапсырма, 6 бетте. Суретке қара, сұраққа жауап бер. 5 задание, 6 страница. Посмотрите на картинку, что вы видите, и отвечайте на вопросы. Келесі, балалар, біз жазылым тапсырмасын орындаймыз. Балалар, дәптерімізді аламыз және жазамыз. Откроем тетради и пишем. 6 тапсырма, 7 бет. 6 задание. Адасқан қосымшаларды жаз. Добавляем нужное окончание. Кел жаттайық. Сыныптастар, шын достар, бірге сабақ оқитын. Ортақ бізге бір жоспар, білім ортақ тоқитын. Выучите наизусть стихотворение, ребята.